Ассалаумағалейкум спортсүйер қауым, сіздермен бірге Азамат, және бүгін біз өткен апта болған барлық басты ақпараттар жайында сөз қозғайтын боламыз. Шавкат Рахмоновтың болашақ қарсыласы белгілі болды ма? Геннадий Головкин ағамыз Садриддин Ахмедовпен тәжірибесімен бөлісуі, Артем Резниковтың жеңіс сериясына қайта оралуы, кеше өткен UFC 303 турнирі және де футболдан Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері Станислав Черчесовтың қазақ тілі жайлы айтқан сөздері. Осы және тағы да басқа қызыққа толы ақпараттар жайында осы видеомызда сөз қозғайтын боламыз. Кет! Достар, біздің арнамыз күннен күнге дамып, көрермендер саны көтеріліп келе жатыр. Қазіргі сәтте арнамызда 3600 көрермен жиналды. Осы үшін сіздерге мыңда бір алғыс. 4000 көрермен үшін сәл ғана жетпей тұр. Сондықтан видеоға қолдауларыңызды көрсетіп, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осы видеомен достарыңызбен бөлісіп, қазақ тіліндегі контентті бірге дамытайық. Ең алдымен ММА-ден бастайық. Тап кеше ғана UFC 303 турнирі өтті. Бұл турнир басталмас бұрын біраз рет өзгеріп үлгерді. Ең алдымен бұл турнирді Конор Макгрегор мен Майкл Чендлер арасындағы жекпе-жек басқаруы керек еді. Ал Co-Main Eventте UFC-дің жартылай ауыр салмақтағы бұрынғы чемпионы Джамал Хилл мен Кхалил Раундри кездесуі жоспарланған. Алайда Макгрегордың аяғына жарақат алуына байланысты бұл турнир тіпті болмауы да мүмкін еді. Co-Main Eventтегі Джамал Хилл да жарақат алып, турнирді басқара алмайтын болды. Сондықтан шұғыл түрде UFC Алекс Перейра мен Иржи Прохаска арасындағы чемпиондық реваншты бұл турнирдің басты жекпе-жегіне қойды. Ал Co-Main Eventте жартылай жеңіл салмақтың рейтингінде 3-ші орын алып тұрған Брайан Ортега мен ең үздік шаш үлгісі сайысында жеңіске жеткен Диего Лопеш кездесетін. Бұл Алекс Перейра мен Диего Лопештің UFC компаниясы үшін жедел түрде шығып жатырған 3-ші турнирлері. Бұған дейін UFC 295 турнирін басқаратын Джон Джонс пен Степен Миочич арасындағы жекпе-жек болмай қалғасын, олардың орнына Алекс Перейра мен Иржи Прохаска шыққан. Диего Лопеш болса Пэт Сабатинімен кездескен. Кейін UFC 300 турнирінің басты жекпе-жегі ұзақ уақыт бойы жарияланбады. Сыбыстарға сенсек, сол турнирде Хабиб Сен-Пьер, Конор Чендлер және де Шавкат Рахмонов пен Леон Эдвардс жекпе-жектерін көруіміз керек еді. Алайда ұзаққа созылған келіссөздердің кесірінен жедел түрде қысқа мерзімде шығуға дайын жауынгерді іздеген. Сол кезде Алекс Перейра Джамал Хиллге қарсы шығып, сол турнирді басқарды. Бұл жекпе-жек кешіне Диего Лопеш пен Садик Юсуф жекпе-жегі қосылып, турнирдің сапасын тағы да бір сатыға көтерді. Енді міне UFC 303 турнирін жедел түрде құтқарып, өз жекпе-жектерін өткізді. Осы турнирдің Co-Main Eventінен бастайық. Бұл жұпта джиу-джитсу мен грэпплинг өнерлерінің көшбасшылары кездескесін, жанкүйерлер жекпе-жектің патрде өткенін күткен еді. Бірақ кездесуге 3 сағат қалған кезде Брайан Ортега бұл жекпе-жекке шықпайтын болды. Бұған себеп салмақ өлшеу рәсімінен кейін өзіне келе алмай ауырып қалуы. Оның орнына рекордты шұғыл түрде Денеге шыққан болатын. Бұл жекпе-жекте екі жауынгер де бір-біріне сасқалақтап, қандай да бір қауіпті істерге бармады. Сонда да Диего Лопеш өзін жақсы көрсетіп, төрешілердің шешімімен жеңіске жетті. Осы турнирдің басты жекпе-жегінде Алекс Перейра Иржи Прохаскамен кездесті. Жекпе-жектегі бірінші раундтың соңында Перейра Прохасканы ауыр нокдаунға түсірген еді. Ал екінші раундтың басында дәл хай-кикпен нокаутқа түсіріп, чемпиондық белбеуін қорғап қалды. Бұл 36 жастағы бразилик жауынгер үшін чемпиондық белбеуін екінші рет қорғауы. Солай, жекпе-жектен соң ауыр салмаққа көтерілуге дайын екенін айтып, сонда да чемпион атанамын деген. Бұлардан басқа бізге қызық тағы да бір жекпе-жек өтті. Шавкаттың салмағында өнер көрсететін батырымызбен болашақта жекпе-жек өткізуді көздеп отырған Йен Мачадо-Герри мен Майкл Пейджбенім кездесті. Бұл кездесудің алдында ирландық жауынгер сұхбат бергенде Шавкат жайлы біраз жақсы сөздер айтып, чемпион болу керек деп өз ойымен бөліскен. Оның айтуы бойынша өзін Шавкатпен бірге тым жоғары деңгейдегі жауынгер ретінде санайтынын айтты. Сондықтан Шавкат қиналмай Леон Эдвардсты жеңіп, жаңа чемпион атанады деді. Кейін Шавкатпен чемпиондық жекпе-жек өткізіп, белбеуін тартып аламын деген. Жекпе-жекте Герри бүкіл 3 раунд бойы күресіп, Мачадо-Герри тегіне ресми Нурмагомедовты қосып, төрешілердің бөлінген шешімімен жеңіске жетті. Жекпе-жектен кейін келесі қарсыласы Шавкат Рахмонов болуы керек деп сұхбат берген. Өзінің айтуынша, ең жылдам жауынгерді жеңгесін, ендігі кезек дивизиондағы ең қиын әрі қорқынышты қарсылас Шавкат Рахмонов. Мен онымен бір залда дайындалғам, мен оның барлық қыр-сырын білемін деген болатын. Сәл қуатты, өлген бала ше, молаға жүгіреді дейді ғой. Сол сияқты ең келе Шавкатқа жүгіреді да,
Бұған Шавкат өзінің твиттерінде Гериге кезінде спаррингте не болғанын ұмытпа деп, болашақта соны тағы да бір рет көрсетемін деген. Айтып кететін жайт, өткен жылы Шавкат Геримен спарринг жасаған кезде нокаутқа түсірді деген сыбыстар жүрген. Ал кейін Иен Мачадо Гери сол залдан қолған еді. Егер де осы оқиғаны еске алсақ, Шавкат Рахмонов пен Иен Гери арасындағы жекпе-жек маған өте қызық. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Шавкаттың Гериге қарсы шыққаны дұрыс па? Әлде чемпиондық жекпе-жекті күтіп, бірден белбеу үшін айқасқан дұрыс па? Өз ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Шавкат демекші, Алмай университетінде өткен Дартим командасының кездесуінде UFC 304 турниріне бармайтынын айтты. Оның айтуынша, барғысы келмейді, болатын зат болады. Үміткер болса, бұйырғаны кетпейді, чемпиондық үшін төбелеседі. Сонымен қатар, UFC октагонына қайта оралуы жылдың соңына дейін ауыстырылады. Себебі Шавкат әлі күнге дейін жарақатын емдеп жатыр. Осы жерде сіздерге сұрағым бар. Осы UFC 304 турниріне бармағаны дұрыс па? Менің ойымша, сол Манчестер қаласына барып, Леон Эдвардс Белал Мұхаммед арасындағы жекпе-жектен кейін октагонға кіріп, фейс-то-фейс өткізуі керек еді. Сол кезде өзінің міндетті үміткер екенін тағы да бір рет дәлелдейтін еді. Енді бармағасын, оның орнына Иен Мачадо Гери немесе де Ислам Махачев барып, Шавкаттың жолын кесіп кетуі мүмкін. Осы жағдай туралы өз ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Артем Резников ACA-дің бұрынғы уақытша чемпионын жеңіп, өзінің жеңілістер сериясын бұзды. Ресейдің Сочи қаласында өткен ACA 177 турнирінде Артем Резников Мұхаммед Коковқа қарсы 3 раунд бойы төбелесіп, төрешілердің бір ауыз шешіммен жеңіске жетті. Жекпе-жек алдында екі жауынгерде жеңіл салмақ дәрежесіне кіре алмай, айыппұл төлеуге мәжбүр болған. Резников 1,5 килограммға ауыр болып, гонорарының 50%-нан айырылды. Ал қарсыласы 700 граммға ауыр болып, 30%-нан айырылған. Артемнің айыппұлы $15,000 жуық, шамамен 7 миллион теңгені құрайды. Бұл жекпе-жекте жеңіске жеткесін 32 жастағы Резниковтың рекорды 25-8-ге жетті. Соңғы екі жекпе-жегінде Али Багов пен Эдуард Вартаняннан уақытынан бұрын жеңілген еді. Резниковтың қарсыласы 31 жастағы Коков осыдан кейін қатардан 3 жеңіс сериясына шықты. Бүкіл мансабындағы қарсыластың ішінде бірнеше қызық жауынгерлер бар. Хакран Диас, Рашид Магометов, Забит Магомед Шарипов, Марат Балаев және тағы басқалары. Жекпе-жектен кейін Артем бүкіл Қазақстанға сәлем жолдап, қолдағаны үшін рахметін айтты. Сонымен қатар ACA лигасының жұлдызы Юсуф Раисовке шақырту тастады. 2020 жылы Резников дәл осы Раисовты жеңіп, ACA лигасының есігін теуіп кірді. Сондықтан мықты дагестандықтарды жеңіп жүрген орыс текті қазағымызды қолдап кетулеріңізді сұраймын. Ал енді сұрауларыңыз бойынша қазақстандық MMA лигаларына тоқталып кетейік. Найза промоушені өзінің 62-ші турнирін жария етіп, Ақтау қаласындағы Риксіз қонақ үйінде өткізеді. Бұл турнирді Найзаның жартылай ауыр салмақтағы жеңілмеген чемпионы Олжас Абзалиев пен бразилик Марио Сантос арасындағы жекпе-жек басқарады. Абзалиев өзінің соңғы жекпе-жегінде ресейлік Артур Гусейновті қылғындыру әдісімен жеңген еді. Комейн ивентте Дастан Амангелді жеңілдеу салмақ дәрежесіндегі чемпиондық белбеуін қатардан 4 жеңіс сериясында келе жатқан Абу Нурболатқа қарсы қорғайтын болады. Ал турнирдің 3-ші чемпиондық жекпе-жегінде Диас Еренғайыпов Болат Заманбековпен кездесіп, аса жеңіл салмақтағы белбеуін қорғайтын болады. Дәл осылай қатарынан 2 жекпе-жек бойы Еркін Күш пен Дартим арасындағы чемпиондық айқасты көретін боламыз. Бәлкім білмесеңіздер айтып кетейін. Еркін Күш командасынан Жалғас Жұмағұлов, Сергей Морозов, Али Бедіріш және тағы басқа мықты жауынгерлер шыққан. Ал Дартим командасында Шавкат Рахмонов, Асу Алмабаев, Фанил Рафиков және тағы басқа мықты жауынгерлер жаттығады. Орталық Азиялық октагон лигасы өзінің 60-ші турнирін Алматы қаласындағы Балуан Шолақ атындағы спорт сарайында өткізеді. 19 шілде өтетін турнирді Ислам Балтаев пен Мұрат Абдурахманов арасындағы орта салмақтағы чемпиондық жекпе-жек басқарады. Комейн ивентте Исламбек Бақтыбекұлы Ақбар Бегнияпурға қарсы чемпиондық белбеуін қорғайтын болады. Сонымен қатар Еркебұлан Тоқтар мен Елшібек 17 кг жекпе-жек өткізеді. Және де еліміздің ең талантты проспекті Саят Абдуали Асадбек Охоровпен кездеседі. Промоушендердің әлеуметтік желілері төмендегі сілтемеде болады. Ал енді боксқа көшейік. Геннадий Головкин ағамыз Садриддин Ахмедовті жекпе-жегіне дайындап, өзінің тәжірибесімен бөлісті. Қазақ сарбазы Калифорния штатындағы Санта-Моника қаласында орналасқан Чорчилл залындағы дайындығымен бөлісті. Бұл Головкиннің жекпе-жектеріне дайындалған соңғы залы еді. 42 жастағы Головкин ресми мансабын аяқтамаған. Бірақ осы жылдың ақпанынан бастап Қазақстанның ұлттық олимпиада комитетінің президенті. 26 жастағы Садриддин соңғы рет 2022 жылдың басында жекпе-жек өткізді. Бұған себеп сол жылы алған ауыр жарақаты. Бокс.рекс сайтында Садриддиннің 31 тамыз өтетін жекпе-жегі жарияланған. Алайда қарсыласы әлі күнге дейін белгісіз. Ең қызығы, Ахмедовтың промоутері мен менеджері жоқ. Ал Головкиннің Triple G Promotions атты промоутерлік компаниясы бар. Онда тек бір ғана боксшы өнер көрсетеді. Екінші орта салмақтағы қазақстандық боксшы Али Ахмедов. Садриддинге қайта оралсақ, Америкада Кристофер Камачо атты бапкерімен жұмыс жасайды. Бұл кезінде Головкинді дайындаған дене шынықтыру бапкері. Бәлкім Садриддин Ахмедовке Геннадий Головкин ағамыз қолдау көрсетіп, мықты
промоутермен жұмыс жасатар. Головкин дегеннен шығады. Аты аңызға айналған қазақстандық боксшы алғаш рет сұхбат беріп, біраз сұрақтарға жауап берді. Ең бастысы өзінің мансабы жайлы әңгіме айтып, әзірше мансабының аяқталғаны жайлы дәл сұрақты өзі де білмейтінін айтты. Менің ойымша, Головкин соңғы жекпе-жегін Қазақстанда өткізгені жақсы болар. Кезінде 2017 жылы Экспода бокс кешті басқаруы керек еді. Алайда, бағы жанып, нағыз жұлдыз болып тұрғасын, промоутерлері бұл оқиғадан бас тартты. Сонымен қатар, Олимпиада жайлы сөз қозғап, бокстан кем дегенде бір алтынды күтетінін айтты. Толық сұхбатты біздің спортшы рейтингері сайтында оқысаңыздар болады. Сілтемесі төменде. Головкиннің ойымен бізде келісеміз. Себебі осы жылғы Олимпиадаға Қазақстан құрамы тарихында ең мықты команданы алып бара жатыр. Әлем чемпиондары мен Олимпиада жүлдегерлері өзінің деңгейін тағы да бір рет дәлелдеп, өткен жылғы Ташкенттегі әлем чемпионатындағыдай тағы да топ жарады деген ойдамыз. Сонымен қатар, Олимпиаданың басталуына шамалы қалғанда әр спортшыға тоқталып, арнайы видеоларды шығаратын боламыз. Сондықтан, міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуіңді ұмытпаңыздар. Олимпиада демекші, еркін күрестен 97 келіде Париж Олимпиадасында ел намысын қорғайтын Әлішер Ерғали 4 жылдықтың басты бәсекесіндегі қарсыластар туралы өз ойымен бөлісіп, кем дегенде қола жүлдені көздеп отыр. Айтып кететін жайт, елімізде өткен арнайы Олимпиадаға іріктеуде Әлішер Ерғали тұңғыш әлем чемпионымыз Ризабек Айтмұханды жеңіп, Парижде өнер көрсетеді. Спорт плюс арнасына берген сұхбатында Дағыстанға барып, Тажидиновқа қарсы айқасы туралы айтып, өзінен қайлы қарсылас деген еді. Егер де кездессек, басымдық біз жақта болады деген еді. Сонымен қатар, 3-ші Олимпиадасына келе жатқан Снайдерге де ауыр жекпе-жек беруді көздеп отыр. Сондықтан балуанымызға сәттілік тілеп, қолымыздан келгенше қолда көрсетейік. Соңында футболдан Қазақстан ұлттық құрамының жаңа бапкері Станислав Черчесов қазақ тілі үшін дау көтерді. Бапкерге Нұрсұлтан Құрманның қазақ тіліндегі сұрағы ұнамап, не үшін маған бұлай айтасың, мен осетинше жауап берейін бе деген еді. Басын бітірдің ба? Қазақстанда жұмыс жасап, біздің ақшамызға әлемдегі ең үлкен жалақылардың бірін алып, айтып отырған сөзің мынау. Қазақстанда тұрып, ұлттық тілде сөйлемейтін бапкер бізге керек емес. Бұл жағдайдан кейін Қазақстан футбол федерациясы Черчесовты қазақ тілі сабақтарына жазып, қазақ тілін меңгере бастады. Аузы күйген үрлеп ішеді демекші, болашақта бұл бапкерден тағы қандай жағдайлар күтесіздер? Пікір жазыңыздар. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Егер де сізге ұнаса, міндетті түрде лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар комментарий жазып, осы видеомен достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Сіздермен бірге болған Азамат, сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.